Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бәріміз күннің не екенін, неге жаз қыстан гөрі жылы және вакуум толығымен бос кеңістік екенін жақсы білеміз. Жоқ әлде толығымен білмейміз бе? Біз білетін нәрселердің көпшілігін аңыздарға жатқызуға болады. Сіз ғалам және табиғат арнасындасыз. Бірінші аңыз. Күн ол жанып тұрған жұлдыз. Әдеттегідей біз ылғи аспанда көріп, күн деп айтатын жұлдыз ол сансыз ядролық синтез процестерінің нәтижесі. Ол әрбір секунд сайын керемет энергия бөледі. Бірақ онда ештеңе жанып жатқан жоқ. Бәріміз химия физика курсынан жану үшін оттегі қажет екенін білеміз. Ал күнде оттегімен үлкен проблемалар бар. Екінші аңыз. Күн сары түсті. Күннің шашатын сәулесі соншалықты күшті. Біз оны түс бойынша кодтай алмаймыз. Күннің спектрындағы көптеген түстер араласып бізге ақ түс береді. Күн бізге сары немесе қызғылт сары, кейде тіпті қызыл да болып көрінеді. Өйткені жер атмосферасы көк, жасыл және күлгін түстерді шашыратып жібереді. Сол себепті де бізге күн сары, ал аспан көгілдір болып көрінеді. Үшінші аңыз. Су ғарышта өте сирек кездеседі. Суды құрайтын екі элемент те ғаламдағы ең мол элементтер. Олар өзіңіз білетін сутегі мен оттегі атомдары. Бізге жақын планеталарда су сирек кездескен соң біз оны ғаламда тапшы деп ойлаймыз. Ғалымдар алыс космоста судың массасы жартысына дейін жететін көптеген планеталар бар деп есептейді. Салыстыру үшін жердің жалпы массасының су небәрі 200-ден 1 бөлігін құрайды. Төртінші аңыз. Барлық кометалардың құйрығы бар. Шындығында күнге жақындап құйрық пайда болғанға дейін іс жүзінде кометалар көрінбейді. Олардың құйрығы мұздан құралған. Кометаның құйрығы күнге жақындағанда еріп, жан-жаққа фонтан сияқты атқылап шашырай бастайды. Сол үшін егер кометаға ыстық температура беріп жылытпаса, онда құйрық болмайды. Бесінші. Орбита бұл ортасында үлкен ғарыш объектісі бар шеңбер. Күн планеталарды гравитациялық тартылыстың арқасында орбитада ұстап тұрса да, әр планетаның өздерінің ауырлық күштері бар. Осы ауырлық күші орбитаның ортасын күннен алыстатады. Сол үшін орбитаның пішіні шеңбер емес, нақтырақ айтсақ, эллипс тәрізді. Алтыншы. Жазда күн ыстық болатыны біздің планета күнге жақындайды. Бұл да аңыз. Жазда күн ыстық болу себебі тәулігіне шамамен 17 сағат бойы күн көкжиектен жоғары болады. Ал қыста 6 сағат. Бұл жер осінің өздік бұрышы болғандықтан орын алатын нәрсе. Сондықтан жер шарының солтүстік бөлігіне жылдың бір мезгілінде күн көбірек түседі, ал екінші мезгілінде жылу оңтүстікке өтеді. Жетінші. Астероидтар белдеуін өту өте қиын. Шын мәнінде фильмдерден айырмашылығы астероидтық белдеу бұл тып-тыныш және жалттырып жіберетін белдеу. Көрші екі астероидтың арасында өте үлкен бос кеңістік бар. Сол үшін фильмдерде ғарыштық кемелер астероидтар арасынан өтіп бара жатып, тастан тасқа соғылып жататыны аңыз. Сегізінші аңыз. Ғарышта дыбыс пен от бар. Ғарышта оттек жоқ, сондықтан ғарыш кемесі жарылғанда от оның ішінде ғана болады және жылдам өшіп қалады. Дыбысқа келетін болсақ, физика пәнінен білетініміз дыбыс ол молекулалардың тербелісі. Вакуумда дыбыстық толқынды тасымалдайтын материя жоқ. Сол үшін ғарышта айғайласаңыз ешкім естімейді. Әйтпесе күн бәрімізді саңырау қылып жіберетін еді. Өйткені күнде үнемі үлкен жарылыстар болып жатады. Тоғызыншы. Жарық жылы ол уақыт бірлігі. Егер сіз фантастиканы немесе ғылымды ұнататын болсаңыз, онда сіз оның қалай екенін жақсы білетін шығарсыз. Бірақ көпшілігі жарық жылын уақыт емес, ара қашықтық екенін білмейді. Жарық жылы ол бір фотонның ғарыштық вакуумда бір жылда өтетін қашықтығы. Фотон әлемдегі ең жылдам элементарлық бөлшек. Бірақ тек вакуумда ғана. Оның жылдамдығы шамамен 300 000 км/сек. Осы шаманы 3600-ге
сосын 24-ке, сосын тағы 365-ке көбейтсеңіз, шамамен жарықтың 1 жылдағы жолын есептеп табасыз. Егер шығарған болсаңыз, жауабын комментарийға жаза кетіңіз. Қазіргі уақытта фотондардың баяулатудың бірнеше әдістері белгілі. Кейбір заттар олардың қозғалысын баяулатады, ал сол заттағы электрондар әдеттегі жылдамдығымен қозғала береді және кей кезде жарықтан оза алады. 10. Ғарыштық вакуум мүлдем бос. Вакуумда материяның болмауына қарамастан бір-бірімен әрекеттесетін энергиялық өрістермен толтырылған. Осы өрістер тіпті элементарлық бөлшектер шығаруға қабілетті. Осы себепті вакуум мүлдем бос емес.